Сәлеметсіз бе, құрметті оқырман. Бүгін біз мына Excel бағдарламасында қалай жұмыс жасау керектігін көрсететін боламыз. Яғни бұл жерде бізде Microsoft Excel, бізде версия 2016 жылғы, және де барлық көбінесе керекті мәліметтермен және керекті бізде информациялар және инструменттер осы жерде жинақталған. Енді Excel-дің басты ерекшелігі бұл жерде бізде қатармен, яғни олар бағандардан тұрады. Яғни бағандар қарасаңыздар, бізде мынау алфавитпен басталып, алфавит аяқталғанға дейін жүреді. Және де бізде мынау қатарлар бізде түсе береді астыға дейін. Яғни сіздер қанша қатар ұйымдастырасыздар және қанша қатар қоясыздар, соған байланысты осы жерде орналасады. Енді жалпы бұл жердегі бастап көрсететін болсақ, яғни бұл жерде басты мәзірде сіздерде шрифт таңдай аласыздар және шрифттің өлшемін таңдай аласыздар. Ары қарай бізде мәтіндермен жұмыс және заливка қоя аласыздар. Және де вставка, удаление, басқа да нәрселер бар. Енді вставканың ішінде бізде диаграмма қоя аласыздар. Егер сіздің мәтіндеріңіз статистика бойынша болса, онда сіздер осы жерден диаграмманы қоя аласыздар. Енді разметка страницы бұл жерде бізде мына жерде полияның ориентациясын қоя аламыз және өлшемін жасай аламыз. Цвет, басқа да принтерге дейінгі шығару бойынша және оған дейінгі рәсімдеу, оған дейінгі әрлеу жұмыстары осы жерде жүзеге асады. Кеттік. Енді бізде басты мәзірде мысалға алып қарастыратын болсақ, бұл жерде бізде бірінші кезекте аты жөні деп қарастыратын болсақ, мына жерге аты жөні және де жасы, мысалға сыныбы. Енді осы жерде бізде мынау үш қатар, үш баған. Бізде осы жерде осының астына ақпараттар кететін болады. Мына жерге мысалға Ерасыл, одан кейін Бекнұр және де Әділет. Осындай оқушының аты жөндері жазылды дейік. Одан кейін мысалға 13 жаста деп алатын болсақ, ары қарай бізде 15 жаста. Және де ескеретін жағдай, бұл жерде сіздер келесі қатарға өту үшін Enter батырмасын бассаңыздар, ары қарай сіздерге автомат түрде астыға түсіп отыратын болады. 15 жаста дейік. Мына жерде мысалға 7-ші А сыныбы, 7-ші А сыныбы. Ары қарай бізде ой жоқ, мына жерде сіздер уақытты таңдалуыңыз керек. Яғни жерде все форматы деп тұр. Бұл жерге біз общий деген таңдайтын болсақ, мына жерде неге былай кетті. Яғни 7-ші А сыныбы, ары қарай бізде 5-ші А сыныбы, 5-ші В сыныбы деп алайық. Одан кейін 4-ші А сыныбы. Осылай қарастырамыз. Яғни ары қарай бізде осы мәліметтерді біз таблица ішіне орналастыру үшін барлығын ерекшелеп аласыздар. Яғни тышқанның сол жақ батырмасын басасыздар және де мына жерде бізде все границы бар. Все границы арқылы орналастырамыз. Және де біздегі мынау ең маңызды бөлікті ерекшелеп алсақ болады. Және де осындай сары түспен берсек болады. Яғни бізде бұл мәліметтер кестесі болып саналды. Енді алдағы уақытта сіздерге басқа да осы Excel-дің ерекшеліктері және Excel туралы ақпараттар беріп өтетін боламын. Арнаға тіркеліп алыңыздар, өздеріңізге қызықтыратын сұрақтарыңызды осы жерге жазыңыздар және де сіздерді қиналып жүрген мәліметтер болса, қиналып жүрген программалар болса, сол бойынша сабақтар түсіретін боламын. Арнаға тіркеліп алыңыздар, лайк басыңыздар.